Енді жұрт ойлап отыр. Ой, пырай, Америка келіп, бізден олфрам алатын болып, сирек жер элементін алатын болып. Сөйтіп Америка кесе Қазақстан біртіндеп демократияланып қалама деп үміттенді де. Жағымпазданып, Тоқаевты керемет дипломат деп мақтап, Қазақстан бейне Ресей, Қытай, Американың ортасында бір керемет көп векторлы саясат жүргізгендей мақтап тура солай естері шығып кетті. Анығындашы. Тоқаев ол Еуропа Америкамен бір тиынға мұнай газ немесе сирек жер элементі немесе олфрамның бір тиынға саудасын жасамауға да бейілді. Ол Орыс пен Қытайдан айырылмайды. Егер Тоқай Еуропа мен Америкаға жақындасып, Орыс пен Қытайдан құтылады деуге сенетін болса, онда бір күні лағнеті шайтандықты тастап, намаз оқып, маңдайын сәждеге тигізіп, бір Құдайға құлшылық істейді дегенге сенуге тура келеді. Мен қайталап тұрып айтамын. Мынау Тоқаевтың, Назарбаевтың, Құлыбаевтың қылмыстық, бандиттік, қарақшылық жүйесі Еуропа Америкамен жақындасып, Орыс пен Қытайдың тепкісінен қазақты құтқарады дегенге сенгеннен гөрі, лағнеті шайтан сәждеге жығылып, намаз оқиды дегенге сенген әлде қайда ақылға, логикаға қисынды болады. Бұлар Орыс пен Қытайдан өлсе айырылмайды. Орыс пен Қытайдан ешқашан айырылмайды. Бұл қаншерлік диктаторлық жүйенің туа бітті болмысы. Оны қазақ битіп айтады. Иттің боқ жемесе басы ауырады дейді. Орыстың сасық қолаңсасын искемесе, Тақай Назарбайдың, Құлыбайдың басы ауырады. Себебі олар 77 ата-бабасынан құлдың тұқымы. Олар тәуелсіз еркін өмір сүргенді ұнатпайды. Олар тәуелсіз еркін өмір сүргенді қаламайды. Оны қазақ былай айтады. Иттің басын алтын табаққа салса, шоршып түседі дейді. Міне. Америка бұларға құрмет деп, Орта Азияның 5 есегін шақырып, қазақтың есегін, қырғыздың есегін, сырттың есегін, түркпеннің есегін, тәжіктің есегін шақырып, сендерге біз мынандай қаражат салайық, бірлесейік, біз сендерді Орыс пен Қытайдың қыспағынан құтқарайық десе, бұлар ойбай жақсы болды, алақайлап, кімдегім Америкамен одақ болса дамиды, кімдегім Америкаменен дос болса дамиды, жақсы, ақшаңды да сал, зауытыңды да сал, мұнай мен газымызды да ала қой, сирек жер металдарыма ала қой, олфрамба ала қой деп бұлар қуанбайды. Бұлар Орыс пен Қытайдан айырылып қаламыз ба? Америка мен Еуропа кірсе, Орыс пен Қытайға арқа сүйеп отырған билігімізден айырылып қаламыз ба деп шошиды. Бұлар демократия дейтін сөзге аллергиясы бар. Демократия дейтін сөзге аллергиясы бар. Сондықтан максимал деңгейде бүкіл жалдамалы жазғыштарын күні түні жұмысқа салып, демократияны үрейлі қорқынышты қылып көрсетеді.